Өкінішке орай әлемде барлық адам бірдей әдемі және сау болып туылуы мүмкін емес. Гендердің таңқаларлық комбинациясы сирек кездесетін ауруларға әкелуі мүмкін. Олар дененің физикалық формаларын бұрмалай отырып, адамдарды азапқа ұшыратады. Бұрынғы заманда ондай адамдарды өзгелер келеке етіп, мазақ етіп, немесе қуып жіберіп, оларды шайтанның хабаршысы деп санаған. Англияда 16 ғасырда қызық бағдарлама түрі пайда болды. Фриктердің шоуы, немесе фриктердің циркі. Көпшіліктің көңілін көтеру үшін ашық түрде физикалық кемістігі бар адамдар қойылған. Кәсіпкерлер тіпті мұндай шоу бағдарламаның гастрольдерін де ұйымдастырды. Бұл бағдарлама әйгілі шоумен Барнумның арқасында 19 ғасырда қайта туды. Ол ең айқын кемшіліктері бар адамдарды іздеп, жарқын, қызықты, бірақ кейбір жағынан тіпті қорқынышты труппаны жинады. Бір 1890 жылдарға қарай британдықтар бұл ойын сауыққа деген қызығушылықты айтарлықтай жоғалтты. Өйткені ғылым барлығын денесінде ақауы бар адамдардың жындармен ешқандай байланысы жоқ екеніне сендірді. Олар жай ғана денесінде кемістігі бар адамдар. Мұндай ойын сауық үшін ақша төлеу адамгершілікке жатпайтын сияқты. Уильям Генри Джонсон 1842 жылы Нью-Джерсиде азат етілген құлдардың кедей отбасында дүниеге келген. Оның басы шамалы микроцефалияға байланысты дамымаған және конустық пішінде болған. 1860 жылы Барнум оны циркіне жұмысқа алып, оған Зип деген атау беріп, оны Батыс Африкадағы Гамбия өзенінің маңында гориллаларды зерттеу экспедициясы кезінде табылған адамзат нәсілінің өкілі деп атай бастады. Шашы қырылған, тек төбесі ғана қалған. Ол үлбіреген киім киген. Чарльз Дарвиннің түрлердің шығу тегі туралы кітабы аз уақыт бұрын шыққан болатын. Ал Барнум Зип маймыл мен адам арасындағы жетіспейтін байланысты білдіреді. Осылайша, эволюциялық дамудың дәлелі болды деп дәлелдеген. Барнум тордағы Зипті көрсетіп, оған тек дауыс шығаруды бұйырды. Үнсіздік пен лайықты әрекет үшін оған күніне $1 төленді. Зип те скрипкада ойнаған сонша, тыңдаушылар құлақтарын мазаламау үшін оған қосымша ақша төледі. Зип тез арада Барнумның керемет шоуында жұлдызға айналды. Тіпті жазушы Чарльз Диккенс сияқты атақты адамдар арасында да танымал болды. Зип тек өзінің қызықты тарихымен ғана қызықты болмаған. Өзінің көңілді және оптимистік табиғаты үшін оны өзгелер де жақсы көрген. Оның шоуы Барнум қайтыс болғаннан кейін де жалғасқан. Тіпті ол 80 жастан асқан кезде де өнер көрсетті. Зип өзін қалай сату керектігін білді. Әрбір әйел әдемі, қалаулы болуды армандайды және әрине айнадан өзінің тартымдылығының дәлелін көргісі келеді. Бір жерде өзінің ұсқынсыздығымен танымал болуды армандайтын әйел жынысының өкілі бар екенін елестету қиын. Бірақ өмір әрқашан бәріне бірдей әділ бола бермейді. Мэри Энн Беван әлемдегі ең ұсқынсыз әйел сияқты жағдайды қабылдаудан және барынша пайдалануға тырысудан басқа ештеңе қалмайды.
Мэри Энн 1874 жылы Лондонда кедей және көп балалы отбасында дүниеге келген. Оның ата-анасы қарапайым еңбекқор болды. Ал қыз ертерек өз бетінше күн көруге мәжбүр болды. 1894 жылы ол Лондон ауруханаларының бірінде медбике болып жұмысқа орналасты. Мэридің балалық және жастық шағындағы келбеті өте қарапайым және тіпті тартымды болды. 29 жасында ол Томас Беванға үйленді. Үйленгеннен кейін бірден дерлік әйел мигрен ұстамаларынан зардап шегеді. Мэриді мұқият тексеру керек болды. Бірақ Беван отбасында мықты дәрігерге ақша болмады. Ал көп балалы ананың денсаулығына күтім жасау үшін бос уақыты болған жоқ. Әйелдің денсаулығы күн сайын нашарлады. Ең сорақысы, ауру сұлу Мэридің келбетіне әсер ете бастады. Оның бет әлпеттері үлкейіп, ұзарып, мұрны мен құлағы өседі. Осыдан кейін бас сүйегі деформацияланып, бүкіл денеде өзгерістер бола бастады. Аяқтар мен қолдар айтарлықтай өсті, иықтар кеңейді. Қорқынышты өзгерістерге қарамастан күйеуі балаларының анасын тастап кетуді ойламады. Томас Мэриді жақсы көрді, оған қамқорлық жасады. Отбасын асырау үшін Мэри барлық қадамдарға барады, тіпті фрик-шоуға да қатысып өнер көрсетеді. Бүгінгі күні Мэри Энн Беванның оқиғасы оны естігендердің барлығында бақытсыз науқас әйелге деген аяушылық сезімін тудыруы мүмкін. Дегенмен, Мэри нағыз ерлік танытты.